Allahu Ekber, Allahu Ekber. Тұрлыбаев Амангелді Қабдырашитұлы. Әкеміз біз үшін асқар таудай өриді. Бір бойында жақсылығы мол еді. Әрбір іске сабырлы да салмақты, еш адамға артық сөзі жоқ еді. Адам мәңгі жүрмейді бұл жалғанда. Көнеміз ғой тағдырдың салғанына, көзімізге ып-ыстық жас келеді, сағынып сені, әке, еске алғанда. Жұмыр жерді мекен еткен адам баласы үшін туған жер, ата мекен деген ұғымдар қаншалықты ыстық болса, ел үшін елім деп кеткен ерлер де соншалықты ыстық болады. Ел үшін қарапайым ғана ғұмыр кешіп, халықтың алғысын алғаннан басқа арманы болар меді. Әрбір қызметіне жауапкершілікпен қарап, міндетін адал атқарған азаматтардың бірі және бірегейі ел азаматы болған Тұрлыбаев Амангелді Қабдырашитұлы еді. Бүгінгі күні асыл азамат жайында өткен шақта сөйлеуге тура келеді. Амангелді Қабдырашитұлы 1959 жылы 10 қаңтарда солтүстік Қазақстан Сергеев ауданы Приишим ауылында көп балалы отбасында дүниеге келген. 5 ағайынның кенжесі бола тұра, ағаларына, апаларына қамқоршы болды. Өте бауырмашыл еді. Адал жарымен бірге бір қыз, бір ұл тәрбиелеп, 4 немере, 2 жиен көрген бақытты жан еді. Отбасында ол қызына адал тәрбие беріп, өзінің салмақты тұлғасымен өзгелерге үлгі бола білген. Амангелді Қабдырашитұлы 1982 жылы инженер құрылысшы мамандығын игеріп, отанына қызмет ете бастады. Көп жылдар бойы құрылыс саласында қызмет жасап, қаламыз Алматының көркеюіне өз үлесін қосты. 2018-2024 жылдары туған өлкесі солтүстік Қазақстан Петропавл қаласында да 2 тұрғын үй кешенін салып, 160 отбасының баспаналы болуына себепкер болды. Өзінің артынан ұрпағымен қоса ел үшін қызмет істейтін азаматтарды дайындады. Әділ мінезі, еңбекқорлығы мен қарапайымдылығы оны ел ағасы деңгейіне алып келді. Өзін өзі ұстауымен жауапкершілігі зор тұлға ретінде қалыптасуына ықпал етіп, өзін оқ бойы биіктігінде ұстап тұрды. Бұл қасиеті кейінгі өскелең ұрпаққа үлгі боларлықтай еді. Ел үшін, жер үшін адал еңбек еткен Амангелді Қабдырашитұлын бүгін елі жоқтайды. Елі барда ерлердің есімі мәңгілікке жүрек түкпірінде сақталып қалмақ. Әке жолын жалғар ұлы барда, әке қамқорлығын көрген қызы барда, Амангелді Қабдырашитұлы ағамыздың аты өшпек емес. Ағамыздың жатқан жері жарық болып, топырағы торқа болғай. Алланың рахымына, пайғамбардың шапағатына бөленсін деп дұға етеміз. Сіздер салған жол қандай арнасы кең. Елім деген ерлермен салмағы тең. Әке, бүгін еске алып жатырмыз-ау, әттең, бірақ өзінсіз ортамыз кем. Ұрпағыңа өнеге қалған атың, ғұмырыңыз ұрпақпен жалған атын. Сіз бақытты әкесіз, оны білем. Елі бүгін еске алады азаматын. Алла алдынан жарылқап әкеміздің, аман болсын ұрпағың аманатың. Анамды жылатпағаның үшін, рухымды құлатпағаның үшін, рахмет әке. Балам деп өбектегенің үшін, жамандық үйретпегенің үшін, рахмет әке. Қорғансыз тастамағаның үшін, ниетті ластамағаның үшін, рахмет әке. Ең жақсы адам болғаның үшін, адамнан адал болғаның үшін, рахмет әке. Әкең деп айтатын анам, әкем деп айтатын адам, барға да шүкір.
әкемнің раббысы болған, әлемнің раббысы болған Аллаға шүкір. Әкем деп айтатын адам барға да шүкір. Әкемнің раббысы болған, әлемнің раббысы болған Аллаға шүкір. Басымнан сыйпайтын адам, басымнан сыйпайтын анам барға да шүкір. Тірімін сынба сабырым, ұлымын құрбан әліне.